Қазіргі заманда бір телефон, бір камера, бір аккаунт тұтас бір мінберге айналды. Бұрын қоғамға әсер ету үшін газет, телеарна немесе мінбеге шығу керек еді. Ал бүгінде кез келген адам миллиондаған көрерменге бір сәтте ықпал ете алады. Блогер жай ғана күлдіретін адам емес, ол пікір қалыптастыратын тұлға. Оның айтқан сөзі, жасаған әрекеті, тіпті үнсіз қалған сәті де аудиторияға әсер етеді. Сондықтан соңғы уақытта қоғамда жиі талқыланып жүрген бір мәселе бар. Блогерлердің жауапкершілігі қай деңгейде болуы керек? Соңғы күндері әлеуметтік желіде кеңінен тараған ақпараттар дәл осы сұрақты қайта күн тәртібіне шығарды. Әңгіме танымал блогер Қайсар Қамзаға қатысты. Бұл видео біреуді даттау немесе ақтау үшін емес, бұл қазіргі интернет мәдениеті, хайп үшін жасалатын әрекеттер және оның салдары туралы терең әңгіме. Қайсар Қамза көпшілікке бір күнде танымал бола қалған жоқ, ол да мыңдаған контент жасаушылар сияқты қарапайым видеолардан бастады. Алғашқы кезеңде оның контенті жеңіл, түсінікті, күлкілі болды. Көпшілік дәл осындай қарапайымдылықты жақсы қабылдады. Алайда уақыт өте келе көрерменнің талабы өсе бастады. Ал талап өскен сайын блогерде одан да ерекше, одан да шулы, одан да тосын нәрсе жасауға мәжбүр болады. Міне осы тұста көпшілігі шекарадан байқамай өтіп кетеді. Сұрақ туындайды: көрілім үшін бәріне бару кәсібилік пе, әлде әлсіздік пе? Соңғы уақытта Қайсар Қамзаның кейбір видеолары қоғамда қызу талқылана бастады. Әсіресе шетелдік азаматтармен түсірілген контенттерге қатысты пікір көп. Біреулер мұны жай әзіл деп қабылдады, ал енді біреулер мәдениетке қайшы, этикаға сай емес, шектен шыққан әрекет деп бағалады. Бұл жерде бір маңызды мәселе бар. Әзіл бәріне бірдей күлкілі болмауы мүмкін. Әзіл біреуді күлдірсе, екінші біреуді кемсітуі мүмкін. Ал камера алдында айтылған сөз жеке әңгіме емес, көпшілікке арналған хабар. Кей видеоларда бейәдеп сөздердің қолданылуы да сынға ұшырады. Бұл шынайылық дейтіндер де бар, бірақ шынайылық пен жауапсыздықтың арасы өте жұқа. Өйткені блогерді балалар көреді, жасөспірімдер қайталайды, кейбірі үлгі тұтады. Сондықтан сұрақ туады: контент авторы кім үшін жауап береді? Өзі үшін бе, әлде көрермені үшін бе? Желіде кеңінен тараған тағы бір видео: тәттілерді ерітіп, мультфильм кейіпкерін жасау. Бір қарағанда креатив, бірақ қоғамның бір бөлігі мұны ысырап деп қабылдады. Қазақстанда мұқтаж отбасылар бар, жетім балалар бар, күнделікті асқа зәру жандар бар. Осы контекстте тағаммен эксперимент жасау көпшіліктің ашуын тудырды. Бұл тек бір видео емес, бұл қоғамның ішкі жанайқайы. Ең үлкен резонанс тудырған мәселе блогердің құмар ойындарын жарнамалады деген ақпарат. Желіде тараған деректерге сәйкес бұл жағдайға байланысты құқық қорғау органдарының назары түскені айтылуда. Айта кету керек, қазіргі таңда бұл мәліметтер ресми түрде толық расталды деп айту қиын, сондықтан бұл видеода біз тек желіде тараған ақпараттар мен қоғам реакциясын талдап отырмыз. Құмар ойын жай ғана ойын емес, бұл психологиялық тәуелділік, бұл отбасының ыдырауы, бұл қарыз, күйзеліс, кейде тіпті қайғылы жағдайлар. Сарапшылардың айтуынша, құмар ойынға жарнама жасөспірімдерге тез әсер етеді, оңай ақша иллюзиясын қалыптастырады, өмірлік құндылықтарды бұзады. Көп елдерде блогер заң алдында жай азамат емес, өйткені оның аудиториясы бар, оның ықпалы бар. Сондықтан құмар ойын жарнамасына қатысты заңдар қатаң. Бұл жерде басты сұрақ: блогер заңды білмеуі мүмкін бе, әлде біле тұра тәуекелге барды ма? Қоғамның реакциясы бекер емес, бұл жиналып қалған наразылықтың көрінісі. Хайп, даңқ, ақша, бәрі уақытша, ал салдары ұзаққа созылады. Бұл оқиға бір блогердің мәселесі емес, бұл тұтас бір дәуірдің айнасы. Әлеуметтік желіде кім болсақ та жауапкершіліктен қашып құтыла алмаймыз. Соңғы сөзді уақыт айтады, заң айтады, қоғам айтады. Ал бізге қалатыны ойлану. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыз. Және өз ойыңызды пікір алаңына жаза кетуді де ұмытпаңыз.